Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін мына жақта үйдің алды. Соған қақпа дейді, қазақша дарбаза дейміз. Бір жерлерде барата дейді. Мына жақта мен көрмекшім. Мына соған екі ұстамыз айтты. Екі мынандай қазып қой, яма қазып қой деді. 40-та 40, оның тереңдігі 70 болсын деп 80 қалып отыр. Аяғы 50-де 50 болып отыр. Қазір мына екінші жағы. Ямамыз қазып жатырмыз. Мына жақта қарап отырсақ, мен алдында қақпадан, дарбазадан күйдім. Солықтан біз 4-те ме, 5-те 7 қылдық ойдым. Я, дарбазамыз ұзындығын 5-те 7 қылдық. Арада міне. Калитка 1 метр түседі. Сосын ары қарай ашпалы, ішке қарай ашылатын дарбаза түседі. Осындай қазір аяғында болып қалдық. Қазір 80 қыламыз. Біздің екінші көмекшіміз жол деген, міне, құдай қаласа анық көреміз. Не болды, қолын құлап киіп алдың ба? Иә, осыны қаз соны. Міне, біздің көмекшіміз өсіп қалды осындай. Осылайға қамымызда болып қалдық. Біз оған дейін ана ямамызды өлшеп көрейік. Бұны жаңа 40-та 70 қыл деген. Мына жақта бізде линейкіміз бар, сылғышымыз бар. Қазір міне тереңдігін көреміз. Тереңдігі маған 70 қыл деген. Көрдіңіздер, 80-нің бәрі. 80-нің бәрі кіріп кетті. Енді қараймыз. Так. Мына қазір енімен енін өлшейміз. Мынада қасаңызда міне 50-ді көрсетіп тұр. Абылайынан көрейік. Жобасын. 45. Маған айтқан 40-та 40, тереңдігі 70 қыл деген. Осылай істеді. Міне бізде міне баратамыз келді. Мына біткен баратамыз. Міне біздің калиткамыз келді. Мына жақта міне баратаның бір жағы. Міне калиткамыз қазір вартите деп отыр. Міне екінші баратамыз. Қазір міне ұсталарымыз вартет қойын деп отыр. Аяқта уровень тұр. YouTube. Мына қазір калиткасын қойып жатырмыз. Кепер халаттарын беріп жатыр. Мына жақта. Бар ма? Иә, мына калиткасын қойып отыр. Баратасын калиткасын істеп жатыр. Астына арматурлар қойып отыр. Оның ішіне бес жастар. Көптеуіне мындай қойып тастап жатыр. Қоямыз ғой. Міне арада баратаның іші, калиткасын қойып, бір жағын қойдық. Енді қазағы мына жақ есік болып кеткен. Бұл қанда алып жатыр. Қанда ой алмасақ болмай жатыр. Бетоны құйып отыр. Бір жағын алып қойдық. Екінші жағы алып, екінші жағын жағып қойып, соны қалып жатыр. Енді ақтырып өлшеп жатыр. Қазір аз орын қалдырады, басқасын қалдырады. Осылай қазір өлшеп жатыр. Мына екіншісін қойдық. Қазір уровень келтіріп жатыр мына жақта. Мына сыртқы көрінісі.
Осылай болып шықты. Біз өзіміз дизайн таңдап алғанбыз осындай. Қазір енді мына жақтың бір жағын құйып тастаймыз. Төмен рай осындай. Бұрадан ашқан кезде құлыптайтын. Қалақша құлып. Канараны тиесіп. Современный бұның бар, көрдіңіздер ма? Бұрын осылай қоя салатын болса, қазір бұны солға қарай көтеріп қоямыз. Ашып алып салып жүрмейсіздер. Төбесін шама былай қарай. Көрдіңіздер ма? Ашақта тұрады. Ал астада төмен қарай. Көрдіңіздер ма? Есікке құлпын салып отыр. Осы құлпын салып болғаннан кейін воротамыз дайын болады. Мына жақта ойып салып жатыр. Мына біздің воротамыз дайын болды. Мына біздің воротамыз ашылды. 2 күндер тұрды. Бүгін енді бояуға келіп жатыр. Бұйыртса маляр жігіт келді. Бастаймыз бояп. Мына бірінші барлығын полный сүртіп болды. Сүртіп болды. Енді қазір бісміллә бастайды. Ана цвет антрацит па? Көкпен, көк емес, жасыл емес. Қандай? Серый цветке жатады. Соған бояйтын боламыз. Биылғы мода екен. Көбісі биыл енді Қызылорда қаласында істеген кезде көбісі хай-тек беріп жатыр екен. Хай-тек маған қатты ұнамайды. Мен осындай ворота ұнатып істеттік. Енді осыны Құдай қаласа, міне қазір осын бояйтын боламыз. Бояу барысында маманнан сұрап отырамыз. Бірінші трактмен барлық жерін тазалап сүртіп шықты. Енді қазір ауамен барлық жерін қалып қойған қуыс-қуыстың барлығын ауамен айдап шығып отыр. Енді қазір бұйыртса краскілейтін болады. Бізде жаңа антрацит дейді. Сондай бірінші көк ұрамыз. Сосын бер жағын күміс түстес болады. Міне басталды. Краскілейді. Былай тұрып, шаман. Осындай. İçinde uyum bana. Boyalmаған жақ, боялған жақ. Боялмаған жақ, боялған жақ. Мына антрацит цветке бояп шықтық. Енді мына күміс түстес. Қазір оюларды күміс түске бояп шығады. Сонымен біздің қақпамыз, дарбазамыз, воротамыз дайын болады, Құдай қаласа. Сонымен осы кепкен шамал күтеміз. Осылай. Міне, осымен біздің воротамыз аяқталып қалды. Маляр жігітіміз мына соңғы краскілерін краскілеп жатыр. Бізде антрацит цветпен краскіленді, және де күміс түстес цветпен бояп шықты. Осымен біздің воротамыз тамам болды. Бұны істеп шыққан Даранавес ұжымына көп рахмет, алғысымды айтамын. Өте жақсы шықты қақпамыз. Егер де сіздер осындай күшті, керемет қақпаға, воротаға заказ беретін болсаңыз, мен төменде описанияға номерлерін қалдырып кететін боламын. Қызылорда облысы бойынша жұмыс жасайды. Темірден түйін түйетін жігіттер, навес, егер ворота жасатам десеңіздер, качеля сетем десеңіздер, тапчан, барлығы барға темірден не істеуге болады, барлығы өте сапалы түрде істеп беретін болады. Міне осы воротамыз аяқталды. Үлкен бір проекті болды. Бұл енді біз үйге кіргелі біраздан бері арман болған. Ал сіздер енді Әділ Дарабоз каналына тіркеліңіздер, пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.